Күндердің күнінде Ұлыбританиялық Моса есімді мұсылман кісі болыпты. Ол Британия Ислам партиясының негізін қалаушы, әрі ислам дінін насихаттаумен айналысады. Ол өзінің исламды қабылдауға байланысты себеп болған мына бір жайтты былай баяндап береді. Мен әртүрлі дінге қатысты мәліметтерді оқығанды жақсы көретінмін. Бір күні менің бір мұсылман студентім маған келіп, Құран кәрімнің ағылшын тіліндегі аудармасын сыйға тартты. Мен оған ризашылығымды айтып шығарып салдым. Кешкісін үйге келіп, жайғасып әлгі Құранды аштым. Онда Қамар сүресінің алғашқы мына бір аятына көзім түсті. Қиямет қайым жақындады, ай екіге бөлінді. Бұл аят мені қатты ойландырды. Ай екіге бөлінсе, ол қалай ғана қайтып қосылады? Айды бөлген қандай құдірет иесі бар? Деген сұрақтар туындады. Біраз күндер бойы бұл аят туралы ойланып, мәліметтер іздестіре бастадым. Содан бір күні кешкі уақытта теледидар қарап отырдым. Кенет экран бетінде жүргізуші 3 ғалымның басын қосып, арнайы бағдарлама жүргізіп жатты. Бағдарламада Америка құрама штаты айға ұшып, онда туларын тіккендігі туралы сұхбат жүріп жатты. Сонда жүргізуші ғалымдарға қарап, айға барамын деп қыруар қаражаттың кеткені белгілі. Одан да сол қаражатты мұқтаж жандарға бөлсе қайтер еді, есесіне халықтың жағдайы жақсарып қалар еді дейді. Сонда ғалымның бірі, бұл жобаға қаражат бекер жұмсалған жоқ. Біз айға барып заманауи техниканы сынадық. Оның үстіне айдың жағдайын біліп қайттық. Бұл алдағы уақытта жаңа ғылыми ашылымдарға алып келері сөзсіз дейді. Жүргізуші дегеннен қайтпай, мен бәрібір мұны түсіне алмаймын. Бір туды тігу үшін миллиард қаражатты жұмсау артық деп санаймын дейді. Сол сәтте келесі ғалым сөзге араласып, біз онда тек ту тігу үшін бармадық. Біз айда бұған дейін ешкім білмеген ғажапты таптық. Ол қандай ғажап дейді жүргізуші таңдана. Сонда ғалым сөзін жалғастырып, бұл ай ерте бір заманда екіге бөлінгенін білдік. Себебі онда бөлінгенді білдіретін төменнен жоғары қарай арнайы сызық жолақтар болды. Біз оларды жақсылап бейне жазбаға түсіріп алдық. Жерге қайтып келген бойда біз бұл мәселені түбегейлі анықтау үшін геология, астрономия сынды ғалымдармен арнайы зерттедік. Нәтижесінде ерте бір заманда айдың екіге бөлінгеніне ғылыми тұрғыда көзіміз жетті дейді. Мұны көріп отырған Моса кенет орнынан атып тұрып, демек Құрандағы айға қатысты айтылған аят шындыққа ұласты. Құран ол жаратушы құдіреттен келген ақиқат кітап екен. 14 ғасыр бұрын Мұхаммед пайғамбар заманында болған мұндай кереметті білу үшін Аллах тағала біздерге миллиардтаған қаражат жұмсатып білдіріп отыр. Мынау бір теңдессіз мұғжиза болды. Әттең Құран мазмұнына ертерек көңіл бөлгенімізде ғой деп сол сәтте кәлем айтып мұсылман болған екен.